ойланып қарашы, егер сен Калинин деген ауылда тұрып, Фурмут деген көшеде тұрып, Надежда Крупская деген мектепте оқыған адам қалай өзін қазақстандық бір патриотизм пайда болады? Қос палатаны біріктіреді, алдағы уақытта референдум болады деген секілді әңгімелерді естіп қалдық. Бұл әңгімелер сіздің құлағыңызға жетті ме? Және оған қалай қарайсыз? Сенаттың негізгі жұмысы, бағыты мәжілістің жасаған іс-әрекеттерін қайталау сияқты да. Не болмаса солардың үстінен, біз бұған қосыламыз деген сияқты бір қол қойған сияқты болып қалды. Тіл мәселесін, қазақ тілінің іргетасын нығайту бағытында жұмыс істеп келе жатсыз ғой. Жалпы осы бағытта биыл қандай да бір билік тарапынан істер атқарылды? Сіздің көңіліңізден шығатын бастамалар болды ма? Менің көңілімнен шығатын бұл бағытта ештеңе көрген жоқпын. Бірақ жігіттер, енді сол парламент отқан жігіттер, біздер жасап жатырмыз, дайындалып жатырмыз, тілге байланысты белгілі бір құжаттар дайындық басталды деген сияқты әңгімелерді естимін. Президент бір емес екі рет айтты ономастика мәселесін құрылтайда. Енді ол осыдан 3 жыл бұрын айтқан уақытта белгілі бір заңдық бағыттағы жұмысын мен көрген жоқпын да. Қазақстан цифризация жөнінен құдайға шүкір, оның бәрі ауысады. Қалтаңнан бір тиын ақша шықпайды, құжатыңды ауыстырмайды, оның бәрі базада анық деймін, содан бәрін ауысады. осындай бір сұрақтар болады да, қаяқтағы бір сұрақтар. Және әрине көбісінің айтатын сөзі, ал елді мекеннің атын ауыстырыңдар. Не болады? Сонда бізде интернет бола ма? Жолдары дұрыс болып қала ма? Жұмыссыздық жойыла ма? Деген сияқты бір, не дейміз, қыршаңқы сұрақтар туады да. Кешіріңіздер, бұл мемлекеттің идеологиясы бар. Ассалаумағалейкум, жаңаның көрермендері. Біз бұған дейін дәл осы парақшада түрлі қоғам белсенділерімен, саяси қайраткерлерімен сұхбат жүргіздік. Десе де арада біраз уақыт үзіліс болған, соны қайта жаңғыртып, бүгін студиямызға саясаттанушы Дос Көшімованы шақырып отырмыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет, шақырдыңыз. Күні кеше парламенттің қос палатасы да демалысқа кетті. Жалпы биылғы жыл біздің саяси қоғамымыз үшін пайдалы болды ма? Жақсы заңдар қабылдай алдық па? Енді әртүрлі айтуға болады ғой. Бір заңдар менің көңілімнен шығады, кейбіреулері менің ойымша кезек күтіп тұрған мәселе емес деп ойлаймын. Бірақ әңгіме заңдарды қабылдау демесе, сол заңның жүзеге асуы. Бұл жерінде тікелей енді үкіметке байланысты бұл заңдардың жүзеге асуы, жүзеге асқан уақыттарда оның халықпен байланыс арқылы жүзеге асуы. Шындығында да халықтың көңілінен шығып отыр ма осы мәселелер? Және ол қалай жүзеге асуы керек? Технологиясы және нақты практикалық жағда мен сол қызықтырады көбінесе. Биыл шыққан әңгімелердің ішінде осы қос палатаны біріктіреді, алдағы уақытта референдум болады деген секілді әңгімелерді естіп қалдық. Бұл әңгімелер сіздің құлағыңызға жетті ме? Және оған қалай қарайсыз? Жетті, және мен оған оң көзімен қараймын. Себебі шындығында да Сенаттың негізгі жұмысы, бағыты мәжілістің жасаған іс-әрекеттерін қайталау сияқты да. Не болмаса солардың үстінен, біз бұған қосыламыз деген сияқты бір қол қойған сияқты болып қалды. Керек десеңіздер, соңғы уақыттарда тағы бір өзгеріс болды. Енді Сенат осы келген заң жобаларына өздері қосымша жасай алмайды екен, тек қана оны не жоқ дейді екен. Сондықтан мен ойымша Сенаттың қызметі белгілі деңгейде өздері шектеліп отыр да. Сондықтан жалпы қажет па осы Сенат деген мәселе деген жұмыс қазіргі кезде осындай ой келіп отыр. Мен ойымша мәжілістің өзі, мүмкін мәжілісте сәл-пәл көбірек адамдар болу керек шығар, енді бір 120 адамдай болса. Және қазір 30% емес, кем дегенде 50% мажоритарлық, және 50% пропорционалдық болып келсе екен. Қазір 30% ғана қосты ғой, енді бұл алдыңғы жылдан бастап. Сонда мүмкін мәжілісімізді нығайтамыз, ал Сенаттың қажет жоқ екеніне көзіміз жеткеннен оны алып тастау әбден мүмкін. Соған келе жатқан сияқты енді. Жалпы енді сіз әу бастан осы саяси аренаға қосылғалы бері тіл мәселесін, қазақ тілінің іргетасын нығайту бағытында жұмыс істеп келе жатсыз ғой. Жалпы осы бағытта биыл қандай да бір билік тарапынан істер атқарылды? Сіздің көңіліңізден шығатын бастамалар болды ма? Менің көңілімнен шығатын бұл бағытта ештеңе көрген жоқпын. Бірақ жігіттер, енді сол парламент отқан жігіттер, біздер жасап жатырмыз, дайындалып жатырмыз, тілге байланысты белгілі бір құжаттар дайындық басталды деген сияқты әңгімелерді естимін. Олар маған хабарлайды кей уақыттарда. Сондықтан үмітсіз шайтан деп отырмын ғой. Екінші мәселе бар, бұл президент бір емес екі рет айтты, ономастика мәселесін құрылтайда. Енді ол осыдан 3 жыл бұрын айтқан уақытта белгілі бір заңдық бағыттағы жұмысын мен көрген жоқпын да. Ономастика туралы заң жоқ. Көптеген елдерде жоқ, бірақ жалпы ономастиканың жұмысын реттейтін, бірізділендіретін президенттің өзінің айтуы бойынша осындай бағыттағы жұмысты мен осыдан 3 жыл бұрын осы президент осы мәселені көтерген уақытта күтіп едім.
ол ақталмады, және осыдан 3-4 ай бұрын тағы да құрылтайда тағы да қайталап айтты осы мәселені. Және түсіндіру деген мәселеге баса көңіл бөлді де, халыққа түсіндіру керек. Ономастика дегенне кейде жаңа мен осындай бір кездесулерден кейін барып бір сөз естіп қалдым, күлкім келді да, біреу кетіп бара жатып айтады: ең болмаса ономастика деген сөзді түсіндік қой деп. Енді біз ауылдарды аралаймыз ғой, жаңа елді мекендердің халқымен кездесеміз. Сол уақыттарда соның өзінен мен ойлап қалдым, ол демек жаңа не дейміз, түсіндіру жұмыстары әсіресе Қазақстанның солтүстік шығыс жақтағы орыс тілді аймақтағы мәселе ауадай қажет болып отыр. Бірақ осыған байланысты тағы да заңдық негіз жоқ. Оған қандай да бір ұсыныстар бар ма? Жалпы сіз дайындадыңыз ба? Енді әу бастан ономастика мәселесімен жүрсіз ғой ел ішінде. Енді соңғы Қандай кедергілер бар? Соңғы 10 шақты жыл мен енді ономастика болғанда нақты ауылдың, елді мекендердің азаматтармен кездесемін де, тұрғындарменен осы мәселе жөнін айтамыз. Мектептердің аттары, көшенің аттары, әсіресе кеңес үкіметінен қалған атаулар. Керек десеңіздер, біздің отаршыл болып отыр, отарға түсіп отырған уақыттарда өзгертілген мәселелер. Осылардың бәрі не дейді, өзгертуді талап етіп отыр да. Оның негізгі бағыты бір нәрседе, не ономастика туралы заң қабылдау керек, не болмаса қазіргі кездегі біздің қолданып жүрген ономастикаға байланысты нұсқаулық деген бар, административтік территориялық бөлініс деген бар, осындай бір заңдар бар да, тіл заңы да осыған кіреді. Осылардың бәрін бір ең болса жинақтап, бір заңдық норма сияқты нәрсе керек та. Бұл әсіресе жергілікті атқарушы органға керек. Жергілікті атқарушы органдар осыны, халық олардың құлағын етін жейді. Бір жағынан қазақ тілдер айтады, мынау қашанғы біз Киров, Чернышов, әйтпесе Ленин деген жерде тұрамыз. 300-ден астам Ленин көшесі бар Қазақстанда әлі. Екінші жағынан олардың қолында да ештеңе жоқ. Себебі жоғарыдағылар айтады: байқаңдар, шу шығып кетпесін, орыс тілді халық бұған көбісі қарсы, ашық айтайық та, көпшілігі қарсы. Олар әдейі қарсыласа ма, жоқ әлде бір менталитет па, кеңес үкіметінің бір қалған деймін сарқыншағы соңғы бір кеңес үкіметімен байланысы сияқты ма, шырылдап жаңағы не көшенің не ауылдың атын өзгертпейміз деп отырып алатын жерлерді көрдік, көп көрдік. Сондықтан енді осының бәрін шешетіндей заңның қажет екені белгілі ғой. Сондықтан осы парламентте осы мәселені бір қозғау керек сияқты, және осы мәселеге дайын бір заң жобасын дайындау керек сияқты. Жалпы біз осы ономастиканы көтеріп жүрген бір қандай да бір топ өкілдері бар ма, немесе қандай да бір кеңес? Жоқ, енді негізінен былайда ономастикаға тек қана айтып отырмын ғой, жақсы заң керек та, мүмкіндік беретін. Ал негізінен қазіргі кездердегі араласып жүрген дейік па, осы мәселені жүзеге асырып жүрген, бұл әрбір облыстағы жергілікті ономастика бөлімдері. Мен осыдан бір ай бұрын ғана Қостанай облысында болып келдім. 16 кездесу өткіздім, 16 елді мекенде, Арқалықта, Рудныйда, тағы басқа жерлердің бәрінде. Кішкентай ауылдарда, үлкен ауылдарда, аудан орталықтарында кездесулер өткіздім. Оның алдында да осындай кездесу өткізгенбіз. Сол уақытта тағы да шырылдап жүрген, сол облыстық деңгейіндегі, не болмаса, не деймін, өздерінің мамандықтарына байланысты осы ономастикамен шұғылданатын өте аз. Бұл 2-3 адам шығар әр кетсе. Мен жалпы Қостанай облысында бір рахмет айтқым келіп отыр да. Мысалы, алғаш рет облыстық көлемдегі мәдениет басқармасының басшысының орынбасары, ұмытпасам Әбдірахманов Меліс деген жігіт, сол бізбен бірге жүрді көптеген кездесулерде. Міне осының өзі бір үлкен бір не береді да, бір не дейміз, мүмкіндік береді. Себебі облыстың осы бағыттағы басшыларының біреуі жаңағыдай кездесулерге қатысып, сол жерде өзінің пікірін айтып, сол жерде облыстағы болып жатқан осындай өзгерістерді айтқан уақыттардағы бұның мемлекеттік деңгейдегі саясат екеніне халықтың көзі жете бастайды да. Әшейін барып мен ономастика есебінде түсіндіріп кетемін, аттардың ауыстыру керегін, ол аттардың бәрінің жалған идеологиялық жолмен келгені, отаршылдық кезде келгені, тың игеру кезінде келгендерінің бәрін түсіндіреміз, айтамыз, мынандайды өзгерту керек, мұның тарихи атауы мынау деген мәселе айтасың ғой. Бірақ енді қасыңда мемлекеттік деңгейдегі азаматтар жүріп, соны ұйымдастырып жүрсе, бұның беретіні тиімділігі көп артады. Ал көптеген жерде керексеңдер сол ауылдың әкімдері ғана қатысады, не қатыспайды. Кей уақыттарда өзіміз жүргізуге тура келеді. Иә, тұрғындар жиналады. Тұрғындар жиналған уақыттарда көбінесе ойбай біздің елді мекеннің атын ауыстыруға келдіңдер ме деп қорқады. Мен айтамын, жоқ, біз түсіндіруге келдік. Әуелі түсіндіріп өтейік. Мынандай қандай сұрақтарың бар, соған жауап берейік. Түрлі бір не дейді, адам миына келмейтін бірдемелер таратады да. Ойбай елді мекеннің атын ауыстырса, қалтаңнан осынша ақша кетеді екен, құжаттарды ауыстыру керек екен. Біз айтамыз, кешіріңіздер, Қазақстан цифризация жөнінен Құдайға шүкір, барлығының бәрі ауысады. Қалтаңнан бір тиын ақша шықпайды, құжатыңды ауыстырмайды, оның бәрі базада анық деймін, содан бәрін ауысады. Осындай бір сұрақтар болады да, қаяқтағы бір сұрақтар. Және әрине көбісінің айтатын сөзі: ал елді мекеннің атын ауыстырыңдар, не болады, сонда бізде интернет бола ма, жолдары дұрыс болып қала ма, жұмыссыздық жойыла ма?
деген сияқты бір не дейміз жаңағы қыршаңқы сұрақтар туады. Кешіріңіздер, бұл мемлекеттің идеологиясы бар, мемлекеттің саяси бағыты бар, және бұл басқа мемлекет, кеңес үкіметі кезіндегі мемлекет емес. Ойланып қарашы, егер сен Калинин деген ауылда тұрып, Фурмут деген көшеде тұрып, Надежда Крупская деген мектепте оқыған адам қалай өзін қазақстандық бір патриотизм пайда болады? Пайда болмайды ол. Патриотизм болмаған жерде жаңағы ол кісілер сұрап жатқан жылдам интернет, түзу жол. Бұлар материалдық жағын сұрайды да, мен кей уақытта әзілдеп айтам, жақсы, интернет болсын, жол болсын, ауыстыруға қалай қарайсыңдар десек, ойланайық дейді оның өзінде де. Оларға әйтеуір бір дәмеменен сенің жаңағы өздерінің ауылдарының аттарын сол күйінше сақтап қалғысы келеді. Бұл кеңес үкіметімен тікелей байланысты. Кей уақыттарда мен ренжіп айтам, бұл демократиялық шығындарды маған дәлелдеп беріңдерші. Дзержинский Қазақстанға және осы ауылға не істеді? Шығыңдар, айтыңдар мына жерде. Міне Герольд Бельгердің атын беруге дайынмын. Герольд Бельгердің жасаған ісі бар, әдебиетімізге жасаған ісі бар, азамат есебін жасаған ісі бар. Оған қарсы емеспіз. Ал енді Дзержинский не істеді? Ешқайсысы орнынан тұрмайды. Отырып алады да бүйтіп қабақтарын түйіп, жоқ ауыстырмаймыз. Болды. Қатып қалған бір мәселе. Осындай мәселе әсіресе солтүстік шығыс облыстарда өте көп. Ал енді оған шырылдап жүрген жаңағы үкіметтік емес ұйымдар бар, ұлттық бағыттағы, сосын және жергілікті ономастика бөлімдерінің адамдары. Бірақ олардың бүкіл жаңағы не дейміз, облыс көлемін білесің ғой, біздің әр облысымыз Франция. Оның бәріне әлі жете бермейді. Сондықтан мен тағы да қайталап айтамын, бізге не заң керек, не болмаса бір нормативті, нақты акті керек та. Сонда жергілікті атқарушы биліктің адамдары айтар еді да, мені кешіріңіздер, бұл мемлекеттің саясаты, мен мынандай норматив жасалды, біз тек соны жүзеге асырушымыз. Ренжисіңдер ма? Бар. Ақ үйге барасыңдар ма? Парламентке барып, өздерінің реніштеріңді айтасыңдар ма? Соларға. Аллар ондай айта алмайды, себебі ондай заң жобасы біздің қолымызда жоқ. Түсінікті аға. Осы ономастика бағытын алып барған кезде енді кей жерлерде көше атаулары, ауыл атаулары, аудан атаулары, қала тағысындағы өзгеріп жатады. Сонда ат таңдағанның өзінде бір ауылдық жерде бір белгілі бір сол өңірде бай бағлан өзінің әкесіне немесе атасына немесе руына арнап сол ауылға түгел ауыл атау беріп жатады. Жалпы бұған көзқарасыңыз қандай? Жалпы атаулар қалай таңдалу керек? Бұл кезінде болған 90 жылдардың орта кезінен бастап, әсіресе өзіміздің оңтүстік жақта көп болды. Өздерінің жаңағы басшылар өздерінің аталарына, әкелеріне ат беру. Бұл кім? Бұл не істеді десең айтады, ой, ол 20 жыл бойы бухгалтер болды ғой дейді райисполкомда. Енді осы қызметін ол үшін ақша алды, жалақы алды дейді. Сондықтан қазір республикалық ономастикалық комиссия арнайы тізім шығарып қойған. Онда қазір ұмытпасам бір 700 адам бар шығар. Адамның аттары, сосын жер атаулары, тек содан алуымыз керек та. Қазір ондай жаңа кез келген жерге қоя бермейді жаңағы. Ал ол жердің тарихи атаулары? Тарихи атау міндетті түрде. Бұл жалпы енді қазіргі кезде екі бағытта біздің негізгі жұмыс жүргізіп жатқанымыз. Бірінші идеологиялық тұрғыдан ескерген атаулар ауысып жатыр. Енді бізді тыңдап отырған адамдар түсіну керек те, өздерінің қараңдар, ауылдарының, көшелердің аттарын қарашы. Идеологиялық тұрғыдан ескерген атаулар бұл коммунистік идеология кезіндегі жаңағы Ленин, Сталин, жаңағы Калинин, Киров, Дзержинскийлердің бәрі бар. Онымен қоса осы бағыттағы пролетарский деген көшелер, коммунистический деген көшелерді білесің ғой жаңағы. 1 май, Қарашаның барлық бүкіл Совет үкіметі кезіндегі мәселелердің Қызыл жұлдыз олардың бәрінің. Ол қазір өзгеру керек. Тағы да айтып айтамын, өкінішке орай заң жоқ. Біз пайдаланамыз, өзгертіп жатырмыз. Бірақ заңды нормаға әлі кірмегенді. Осы мәселе біреу өзгертудің бір бағыты, екінші бағыты, жаңа сен айтпақшы, бұл тарихи атауларының қайтарылуы. Тарихи атаулардың бәрін жалпы 3 толқын болыпты да менің өз ойымша. Бірінші бізді отарлап алған уақытта көптеген елді мекендері, топонимика, жер атауларын өзгертіп жүрген жаулап алушылар. Кейін айту керек қой, мына біздің жерімізде. Екінші мәселе Совет үкіметі кезінде 90% тағы өзгерді. Екінші толқын, үшінші толқын бұл сол жақ, енді біздің жақта емес, Алматы жаққа келмейді. Бұл сол солтүстік облыстарда бұл мәселе тың игеру кезінде. Және тың игеру кезінде белден басқан соншалықты мен тікелей өзім көргеннен кейін барып шынымды айту керек, шошып кеттім. 54 жылға дейін ауылдың аты бар, тұрған, жақсы. Сол жерге көмектесуге келген, Россиядан келген, Украинадан келген адамдар сол жерде болса, кетерде соның атын береді екен. Тагил деген елді мекенді көрдім. Нижний Тагилден келген жұмысшылар істеп жаңағы. Тың игеру келген. Ал оның бұрынғы аты бар екен, қазақша. Тамаша ат, кәдімгі топонимикалық ат, географиялық атауда. Қазақтар көбінесе географиялық атау қояды. Жердің несіне байланысты, мысалы, жалғыз жал дейді, терең көл дейді деген сияқты. Сондай атаулары бар да. 54 жылы әшейін жаңағы келген бригада сол жерде тұрғаны үшін бір ауылдың атын өзгертіп жіберген. Бұл үшінші толқын.
осы үш толқын арқылы біз өзіміздің бүкіл тарихи атауларымыздан айырылып қалдық та. Ал атау дегеніміз бұл шындығында да тарихымыз ғой, бұл өзіміздің өміріміз, тарихымыз. Осылардың бәрі жоғалып кетті да, бірақ картада бар. Сол карта арқылы дәлелдеп кейбір ауылдың, елді мекендердің аттары ауысып жатыр. Ал бірақ көп жерде мен таңғалып көрдім, бір ғана кішкентай ауылда 30 көше бар. Бір қазақ атауын тапмайсың, 30 көше. 30 көшенің 15-і Совет үкіметіне қатысты атаулар, 15-і орыс тіліндегі атаулар. Енді дружба деген сияқты, мир деген сияқты атаулар. Қазақ тіліндегі бір атау жоқ. Біз Қазақстанда тұрамыз ба? Осының бәрі не білмеймін, енді намысыңа да тиеді. Шындығында да біз жеке тәуелсіз мемлекет болып өз атауымызды өзгертіп үлгердік пе деген мәселе бәрімізге миымызға. Сондықтан мен ойымша түсіндіру жұмысын жүргізгеніміз дұрыс. Соны президенттің өзі де екпін салып айтты ғой, сол жұмыспен мен мысалы солтүстік Қазақстанда 75 кездесу өткізіппен, 75 елді мекеннің азаматтарымен. Осы жол жаңа Қостанайда 16 кездесу өткіздік. Қазір соңғы уақытта уже сына бастады. Жаңағы қарсылық бұрын өте көп тұғын. Айқайлап отыратындарды болдық. Мы родились в Полтавке, умрем в Полтавке деген адамдарды көрдік. Қазір сәл өзгере бастады. Осыны пайдаланып, ономастиканың негізгі мәселелері, жаңағы аттарды ауыстыруды мен ойымша жүзеге асырып алғанымыз дұрыс та қазіргі кезде. Бірақ нормативті тағы да айтамын, бір заң керек, сүйенетін, нақты. Заң шығарушы азаматтар да бұл хабарын жетер бұл дүниеміз. Өйткені 2019 жылы мемлекет басшысы ауысқан сәтте бір-ақ күнде Қазақстанның барлық ірі өңірлерінің негізгі көшелері ауысты атауы. Бір-ақ күн жеткілікті болды. Қазір біз енді ақ пен қара бағдарламасы арқылы неше түрлі аудандарға барамыз. Барлық аудандық негізгі көшелер Назарбаев көшесі. Енді бұл, біздің жеке басқа табынушылығымыздың не дейді жаңағы куәсі ғой. Соның белгісі де. Жеке басқа табынушылық Қазақстанда болды, бұл менің өзім жеке көзқарасым, көп соны қолдайтын да шығар. Соның себебі арқылы біздің өзіміздің көшелеріміздің, негізгі көшелеріміз өзім. Тәуелсіздік көшесін ауыстырды мысалы, Назарбаев қылып. Онда осындай да бір ыңғайсыз жағдайға дейін жеттік та. Сондықтан бұл ономастикаға бір жүрдім бардым қарамау керек. Сосын әсіресе жергілікті қазақтар, қазақ тілді азаматтар, онда тұрған не бар дейтін адамдарды көп кездестім да. Онда тұрған не бар? Ойбай, осында ғой бәр нәрсе. Мысалы сені бір бастық бір жерге кіргізді, сен біреудің кабинетіне кірдің, сыртындағы жазу сол күйінше қала ма? Ауыстырасың, сен енді өзің келдің ғой. Сол сияқты мемлекеттік қоғамдық формация өзгерді. Жаңа идеология, жаңа мемлекет. Балаларымызды біз немен тәрбиелейміз? Мына жерде Куйбышев деген адам болыпты дейсің бе, сол ауылда тұрып, Куйбышев не істеді дейді сонда? Сен айтасың ба? Ойбай, жоңғарлардан қорғап етпіз деп айтасың ба? Аузың бармайды оған. Сол күйінше тұрмын әңгіме. Ең басты нәрсе. Әрине сосын барып ұлтаралық қатынасқа осыны біреулер алып келгісі келетін бар. Сондықтан мен кездесетін жерлерде әр уақыт айтып қоямын. Бұл ономастика мәселесі ұлтаралық мәселе, ұлттық мәселеге алып келмеңдер. Жаңа мен бекер айтқан жоқпын ғой, мысалы Куйбышевтың атын мен Герағаң атын беремін. Немістің атын. Бізге орыс не, неміс не, қазақ не. Бірақ бізде міндетті түрде критерий бар. Егер адам атын беретін болсаң, ол адам Қазақстанға, біздің мемлекетімізге қандай еңбек сіңірді деген мәселе бар. Мен Алматыда екі кәрістің ескерткіші тұр ғой, Денис Тен менен Виктор Цойдың. Қазақтікі емес, сол екеуі тұр. Онда тұрған не бар? Қысқасы осының өзін түсіндіру керек та. Себебі кейбіреулер соны ұлтаралық мәселеге бұрғысы келеді. Оны да көрдік талай жерде. Сосын енді баяғы бір айтып қалған сөздер бар. Мысалы, мен Қостанайда мына сөзді естіп, жүрегім қатты ауырып кетті. Бір кемпір, енді жасы 80-ге келген шығар, әдейі дайындап қояды кей уақытта, мен келетін уақытта. Орнынан тұрып айтады да, бұның бәрін біздер салғанбыз дейді. Селолар дейді. Ал қазақтар дейді, маған айтады, қазақтар өздерің бір үйлерді салып, сол көшеге қазақтың атын бере беріңдер дейді. Сосын енді мен әзілдедім, үлкен адам ғой, үлкен адаммен қатты. Мен айттым, онда дедім, пойызға не, сіздерді мінгізбеуіміз керек па? Турксибте 90% қазақтың жұмысшылары жұмыс істеген дедім. Сонда ол темір жолды біз салдық деп сіздерді пойызға мінгізбей қоямыз ба? Менің әкем Москваны қорғаған, қолынан айырылды. Сонда не, Москваға әкемнің атын беру керек па? Ешкім бермейді дедім. Өйткені ол РСФСР-ның, Россияның өзінің ұлылары бар. Олар соның атын береді. Біздің өзіміздің ұлыларымыз бар. Біз өзіміздің ұлыларымызға атын береміз. Сондықтан сондай бір қыңыр әңгімелер де болады, көп кездеседі. Шындығында бұл жай әшейін барып айтып кету емес, мынандай заң деп. Жоқ, бұл жерде дәлелдеуің керек. Бұл жерде ойнауың керек. Бұл жерде олардың көзін жеткізуің керек. Әлі күнге дейін Совет үкіметінде отырғандай болып отырған елді мекендер бар. Мектептің аты үшін жабысып отырғандар бар.
Крупская сендерге не істеді деп шығады ғой. Ал Крупская Қазақстанға не істеді деп біз шығамыз бұл жақта. Иә. Кейде сол айқай-ұйқаймен кейбір жерде асыра сілтеушілік те бар. Бір жерде мысалы Гагариннің атын алып тастапты. Мен айтамын, кешіріңіздер, Гагарин бұл бүкіл әлемдік деңгейдегі азамат. Бұл жаңағы коммунист идеологияға жатпайды. Иә, Ленин, Сталин жатады ғой, бірақ Гагаринді оның қатарына қосу, оны алып тастамаңдар. Себебі Гагаринді шетелде де барлық әлем мойындаған алғаш рет космосқа ұшқан азамат есебінде деген сияқты. Тарихи тұлға. Тарихи тұлға болғанда Қазақстанға да қатысы бар егер айналып келсек те. Бізден ұшты, бізге түсті ғой енді шындығында. Космосқа ұшқан адам Қазақстаннан шыққан дегені өзі жақсы. Сондықтан бұның әртүрлі жолдары бар да, осындай. Тағы бір мынау көрермендерге құлақтарын алтын сырға бір айта кететін мәселе бар. Соңғы уақытта адамның атын бермеу керек деген мәселеменен абстракт аттар көбейіп кетті. Біздің Алматыда да бар. Біздің Алматыда Қарлығаш, Шағала деген көшелер бар. Бүркіт, Сұңқар деген. Мен айтамын, егер Бүркіт деген көше берсеңдер, Қарға деген көше беріңдер. Екеуі де бір ғой енді, екеуі жаратылысы бар. Неліктен сонда? Ертең күйкентайлардың бәрі қашып кетеді Қазақстаннан. Маған неге ат бермедің деп. Ал шындығында біздің жаңағы ономастиканы жұмысын жүргізу туралы нұсқаулық деген бар. Соның ішінде жазылған абстракт ат беруге болмайды. Махаббат, тағы бірдеме парасат деген аттар қазір беруге кірісті. Алматыда басталды осы. Осыған да абай болуымыз керек та. Бізде не жетпей ме? Қанша ханымыз бар, қанша билеріміз бар, қанша талантты ақын, жазушы, палуан тағы басқалар бар. Жетеді Қазақстанда осындай нәрселердің бәрі. Енді мен өз басым мынау елді мекенге адам атын беруге өзім қарсымын. Көше атауларына болады. Кітапханаға қоюға болады, бауға қоюға болады, көпірге қоюға болады деген сияқты. Мектептер бар, сол мектепке қатысы бар адамдарға байланысты қоюға болады. Сондықтан жаңағыдай абстракт аттардың көбейіп жатқаны бұл да үлкен, мен ойымша, қате бағыт. Түсінікті, енді алдағы қыркүйекте басталады ғой парламентте. Алыс беріс, айтыс тартыс, сол сәтте біздің депутаттарымыз да ескеретін шығар деп ойлаймын. Онда депутаттарға не дейді, жаңа бір бағытты айтып кетейін деп отырмын да. Қазақстанда тағы бір мәселе бар. Қазақстанның көптеген елді мекендері, жер атаулар, ономастикалық атауларымыз екі ресми атауы бар. Мысалы, Усть-Каменогорск ресми атау, Өскемен ресми атау. Біреу орысша, біреу қазақша, ол болмайды. Менің атым Доспа, және Доспен қоса менің атым Павел, не Джон емес қой. Әрі атау біреу. Керек десеңіздер, кішкентай ғана жаңа не дейміз, ағып жатқан өзеннің өзі екі түрлі атауда. Есіл қазақшада. Ертіш ба? Не? Ишим орысша атау. Мен екі өзен ба деп жүрсем, екеуі бір өзен, бірақ екі ат. Орал қаласы, ол ресми атауы, Уральск, ол да ресми атауы. Осындайлар өте көп. Күні кеше Павлодардан келдік, сіз айтқанда Ертіс пен Ертіш. Міне. Соны мынау жаңағы заң дайындаушылар осыны ескеру керек та. Ономастикалық, топонимикалық атаулар сол жердің мемлекет тілінде болу керек, және тек бір ғана атау болу керек. Иә, анау Ертіс ағып келіп Ресейге кірген уақыттарда Ертіш деп атай берсін. Ешім деп атай берсін, Есіл Россияға кіргеннен кейін. Ал біздің территориямызда баяғы атауларымыздың қойған Есіл деген аты бар, Ертіс деген аты бар. Осында не дейді, жаңағы қаперлерінде ұстаса екен деп ойлаймын. Қысқасы бұл жөнінен енді көптеген әлі де болса бір отырыстар болатын шығар, өйткені президент айтып кеткеннен кейін осыны қолға алады деп ойлаймын. Ономастикалық комиссия бар, Қазақстанда үлкен жұмыс істеп жүрген азаматтар бар. Менің айтып жатқаным бір-екеуі ғой, жаңағы естерінде қалсын деп айтып жатқан. Бұны жаңағы ұйымдаса отырып, ақылдаса отырып шешетін мәселе. Бірақ ономастика бұл біздің тәуелсіздігіміздің көрінісі екен. Кейбіреулер айтады ғой, мынау Жириновскийдің сөзі бар. Солтүстіктің бәрі орыстың жері дейді. Егер сенбесеңдер, солтүстікке кіріңдер дейді. Бір қазақтың атауын тапмайсыңдар дейді. Жаулап алушылар солар қойып кеткен кезінде. Патшалық Ресей біз жаулап алған уақытта. Одан кейін Совет үкіметі келді де, олар тағы да сол бағытты жалғастырды, шынын айту керек. Сонымен біз қазір өзіміздің атауларымызды қайтарып, өзіміздің тарихи бұрынғы алғаш қойылған атауларына қайтып келу жұмысын менің ойымша ешқашан тоқтатпау керек. Көп рахмет аға, уақыт бөліп келгеніңізге. Қадірлі көрермен, біздің аталған сұхбатымыз сізге де кішкентай болса да бір пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Арнамызға жазылыңыздар. Келесі сұхбаттарда көріскенше аман болыңыздар.